Біз темір ыдысымызға сарымайымызды саламыз. Біз плитада істейтін боламыз. Ал сіз водяной баняда жасасаңыз болады. Егер де күйдіріп аламын деп қорыққан жағдайда, дұрыс шықпайды деп қорықсаңыз, бұлай негізі барлығы дұрыс жасасаңыз дұрыс шығады. Қантымызды саламыз. Медымызды саламыз. Столовый ложкамен 2-3 қасық саламыз. Ас қасықпен. Ас содасын саламыз. Лопатканың көмегімен медті салам. Енді отта барлығы біркелкі болғанша, қант толық ерігенше үнемі араластырып отырамыз. Мына қарасаңыздар, қанттың түйірлері көрінеді кәдімгідей. Мінекей. Енді осы қантымыз толық ерігенше араластырып отырамыз үнемі. Мінекей болды. Және де барлық смесіміз тезірек суы үшін біз пластмасс ыдысымызға құямыз. Жұмыртқамызды саламыз. Бөлшегін саламыз. Жарты бөлшегін салып, кішкене қамырымызды елеп алып қоя тұрамыз жарты сағатқа. Ол салқындауы керек, яғни салқындағаннан кейін қалған ұнымызды салып, қамырымызды елейтін боламыз. Негізінде живой түсі сары, камера бір темный қылып көрсетіп тұрған сияқты, қоңырлау қылып. Енді аздап салқындатамыз, содан кейін қалған ұнымызды салып қамырымызды елейміз. Біз медовигіміз салқындады, тестасы яғни. Енді ұнымызды саламыз. Қамырымызды толық елейтін боламыз. Комбайн болса, комбайнның көмегімен елесеңіздер болады. Немесе қолмен елесеңіздер болады. Қазір біз кішкене араластырып алғаннан кейін қолмен елеп істейміз. Қол комбайн бізде. Пока комбайн жоқ, қол комбайн. Иншаллах, бәріңізге комбайн бұйырсын. Қамырымызды біркелкі етіп аламыз. Біркелкі етіп біріктіріп елеп аламыз. Біздің қамырымыз дайын. Жұмсақ, бірақ қолға жабыспайды. Мінекей. Осындай консистенцияда болу керек. Түсі енді золотистый. Камера көрсетпейді даже. Енді оны біз пакетке саламыз. Және де холодильникке қойып қоятын боламыз. Жарты сағат, 1 сағатқа. Енді аздап ұн сеуіп аламыз, екі жақ бетіне. Сөйтіп біз қамырымызды жаямыз, жұқа етіп. Шақ келіп тұр. Біз бүгін әдеттегіден кішкене өзгереміз. 24-ші диаметрде. Жоғарысынан түсірген дұрыс па? Біз бүгін 24-ші диаметрде пісіретін боламыз. Ол үшін біз жайған қамырымызды былай өлшеп көреміз. Ровна келсе, енді біз бұны силиконовый ковригімізде немесе пергамент қағазымызға салып пісіреміз. Мінекей пергамент қағазын көтеріп алдық. Немесе сіз сразу, яғни бірден пергамент қағазына шайсаңыз болады. Және де біз енді бұны шаншықлап шығамыз. Себебі әртүрлі волналар пайда болмас үшін, әр жеріне ісік пайда болмас үшін, осылай шаншқының көмегімен тесіп шығамыз, немесе шаншықлап шығамыз. Негізі шаншықлап шығамыз деген сөз бір түрлі ерсі естілетін сияқты. Бірақ енді қазақ тіліне үйрену керек. Қазақ тілді көп сөйлеу керек. Біз сөйлемегенде ертең кім сөйлейді? Біздің балаларымыз да сөйлемейтін болады. Міне былайынан айналасын пышақпен түзеулеп кесіп алып жатырмыз.
Мінекей, барлық корждарымызды осылай пісіріп аламыз. Қалғандарын бір ыдысқа жинаймыз. Бұдан кейін кек болып жасасаңыз болады. Яғни кек болсыңыз ол кезде медовый кек болады. Және де аздаған бөлшегін ұнтатып, торттың айналасын себуге қолданамыз. Медовый тортымыздың кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге сливки қажет. Және де вареная сгущенка керек. Сливкиді миксерлейміз. Және де вареная сгущенкамызды салып отырып миксерлейміз. Мен вареная сгущенканың мына фирмасын қолданамын. Любовинка фирмасын қолданамын. Мынау кәдімгі варенка деп жазылған сгущенка, вареный қайнатылған сгущенкаға қарағанда өте дәмді. Ең дәмді вареная сгущенка ол үшін, ең дәмді вареная сгущенка ол мен үшін осы. Миксерлейміз. Сондай біздің креміміздің түсі сондай крем брюлеге ұқсайды. Естеріңізде болса, мороженое жеуші еді крем брюле деген. Ақ емес, осындай молочный түсті. Сол крем брюлені еске түсіретін сияқты. Ол менің жеке ойым әрине. Енді қалған вареная сгущенкамызды саламыз. Бізде вареная сгущенка шамамен 150 грамм. Енді толық көтерілгенше, креміміз қатайғанша миксерлейміз. Мінекей біздің креміміз қоюланды, өз формасын ұстап тұрады. Енді тортымызды құрастыруға кірісеміз. Бірінші коржығымызды қойып алдық. Енді кальций кигіземіз. Енді әрбір слойға крем жағып отырамыз. Біркелкі етіп тегістеп. Екінші коржығымызды саламыз. Бұған да дәл солай крем жағамыз. Дәл осылай барлық коржығымызға крем жағып аламыз. Соңғы коржығымызға крем жақтық. Енді кальциясынан шығарамыз. Мінекей, өте керемет. Енді кальциядағы кремдерді аламыз былайынан. Лопатканың көмегімен. Айналасын тегістеп шығатын боламыз. Мінекей, біз тортымызды бірнеше сағатқа холодильникке қойып алдық. Енді коржды ұнтатып сеуіп жатырмыз. Егер коржды блендердің көмегімен ұнтатқан болсаңыз, ол кезде сізге өте жеңіл болады, себебі блендер біркелкі етіп ұнтатып береді. Осылай толыққанды айналасына және үстіне қаптап шығамыз. Мінекей қыздар, біздің медовик тортымыз дайын. Көлемі 24 диаметр. Дәмі өте керемет. Сізде міндетті түрде жасап көріңіз.